Сәлеметсіздер ме балалар? Дүние тану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен, сен, ол, олар, барлығымыз бір отбасымыз. Бүгінгі сабақта сіздер отбасы мүшелерінің туысқандық байланысын білетін боласыздар. Сонымен қатар, отбасы мүшелерінің арасындағы сыйластықтың маңызын түсінесіздер. Оқушылар, ағайын туыс деп бірлесіп өмір сүретін, бір-біріне қолдау жасайтын, қандастық жағынан жақын туыс адамдарды немесе солардан өрбіген ұрпақтарды туыс деп атайды екенбіз. Адамдар отбасында туыстарының ортасында өмір сүреді. Әрбір туысқанның жақындығына қарай туыстық дәрежесінің өзіндік атауы бар екен. Мысалы, әке, ана, ата, әже, ұлы, қызы, аға, әпке. Балалар, бізді дүниеге алып келген адамдарды біз әке, ана деп атаймыз. Ал ата деп әкеміздің немесе анамыздың әкесін айтамыз. Әже деп әкеміздің немесе анамыздың анасын айтамыз. Ал әпке деп бір анадан туған жасы үлкен қыз баласын айтамыз. Аға деп бір анадан туған жасы үлкен ұл баланы айтамыз. Ал іні деген керісінше бір анадан туған жасы кіші ұл баланы айтамыз. Сіңілі бір анадан туған жасы кіші қыз баланы айтамыз. Немере ол ер адамнан тараған ұл немесе қызды немере деп атаймыз. Жиен қыз баладан тараған ұл немесе қызды жиен деп атайды екен. Балалар, осы туысқандық атауларды ұмытпайық. Оқушылар, суреттерге назар аударайықшы. Бұл суреттерде бүтін бір отбасы берілген екен. Бұнда ата, әже, әке, ана, баласы мен қызы берілген. Қалған суреттердегі туысқандық байланысты анықтап көрейік. Мысалы, бұл суретте әжесі мен немересі берілген екен. Ал келесі суретте әпкесі мен інісі, ағасы мен інісі берілген. Ағасы мен қызы берілген екен. Оқушылар, отбасы дегеніміз ол бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобын айтамыз. Отбасы адам баласының туып өскен ортасы. Адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, отбасында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да отбасы мүшелері барлығымыз үшін аса қымбат жандар. Оларды әркез құрметтейік.